сол жөнінде шындықты айтыңдар сендер, басшыға. Міне халықтың ниеті қандай болса, Алла тағала сондай патша береді адамға. Қазіргі балдардың бәрін қарап отырсаң, жас балдардың өзі сауап үшін еңбек етеді да. Бір ақсақалымыздың айтқан сөзі бар. Ақсақалымыздың айтқан сөзі. Сауап үшін бірдеңе жасайтын болсам, мені күнәға батыр дейді. Жұмаққа барам деп бірдеңе жасайтын болсаң, мені тозаққа жібер дейді. Бесіктен белі шықпаған балаға сендер тозақ пен жұмақты үйретіп жатсыңдар қазір. Сауап пен күнәні үйретіп жатсыңдар. Одан да алғыс ал, қарғыс алма. Алғыс алған бала халықтың қошеметіне бөленген балаға Алла разы болады деген сөз қайда? Қазақи сөздер қайда? Ашық қалсаң сол. Тек сауап жинаңдар, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Шығыңдар ебелге. Жоғарғы айтыңдар билікке. Қазір сол үкіметті халық бағып отыр, керек болатын болса. Үкіметті халық бағып отыр. Құттайда бір ештерің бар ғой, сондай заттарды жібермей өшіріп тастауларыңа болады ғой. Бірден оны өлімді ойлатқанша балдарға, болашақты ойлатып өсіру керек. Олар баяғыда мені немен бағасын дейді, әке шешеміз, құттай күніміз. Сармаймен бағамыз дейді. Міне мәселе қайда жатыр. Олар сонда қартаятынын біліп отыр. Мен Алла ғұмыр берсе қартаям. Сонда мені тастап кетпей, мені арулап көметін балам мен иманды келінім болса екен деп қызды жатқа тәрбиелейді дейді. 2 күннің бірінде ажырасып отыр ғой. 2 күннің бірінде талақ деп неше түрлі қатын алып отыр осы діндарлардың көбі. Сол 2 араны салыстырыңдар енді мына имамдар. Қайсысы сауап, қайсысы күнә екенін. Сендер ақиқатты айта алмайсыңдар. Ақиқатты. Билікке қарай жағынып, халықты улап, халықтың миын айналдырып, өз еш танып жүрген қасқа қазақ бәріне сенгішті. Құрттай балдарға шейін сеніп қалды қазір. Олар болашақты ойлап отқан жоқ, тозақ пен жұмақты ойлап жүр қазір. Кімнің қашан кететіні белгісіз. Түгел сояққа барады бәрі де. Сол кезде Алла тағала өзінің жақсылығы мен жамандығын таразыға салады. Намаз оқымағанның бәрі тозақта жатыр деп есептейсіңдер ме? Күнде Құран бағыштап жатыр біздер. Не үшін бағыштайсың? Біліп істеген, білмей істеген күнәсін кешіре көр. Жандарын жәннаттан қыла көр деп. Пенденің сұрағанын Алла береді десе, сол намаз оқымай, ниеті ақ, пейілі кең ата-бабаларымыз, әке-шешелеріміз, оны Құдай біледі қаяқта жатқанын. Мен айыпқа бермем, тіпті мұны жаман болып кетті қазір дейтін. Дардай адамдардың соған сенгіш болып қалды. Намаз ол парыз, оқы жөніңе жүр. Өзің жамандық жасама, қолынан келсе қол ұшыңды бер. Жоққа жүйек жетпейді. Жақсылық естен кетпейді. Маңдайларын сәждеге дейін Аллах деп. Сендер халықты ұлап атсыңдар, сендер күнәға батасыңдар ертең Алланың алдында. Жібермеңдер бұндайлардың бәрін. Кім білет, өздері беретін. Ағайыны бар, бауыры бар, туысы бар. Таудай сауап жинағылар келем ма, имамдар айтындар ана бәлсаға. Әншейінем десін бәрі. Аузын ашты ақша. Дүниені қуған, дүние қоңызды Алла жақтыртпайтын неге айтпайсыңдар сендер? Қарнымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына жаңағы намыстанам дей ма? Сондықтан да қадір қашпау керек. Қазақи жолды біздер жоққа шығарып баратырмыз, ата-бабаның жолын. Көп заттан айырылып қалдық. Міне. Баяғы ассалаумағалейкумге қазір біздер арабтың сөзін қосып отырмыз. Бәрәкәту. Халал дейтін сөз жоқ қазақта. Харам дейтін сөз жоқ қазақта. Өздері құттайды ойланыңдар сіз. Неге біздер сонда біреудің қаңсығына таңсық боламыз?